Әзірейіл алейхиссәләм періште. Әзірейіл алейхиссәләм періштенің міндеті қайтыс болған адамның жанын алу. Құран мен хадистерде Әзірейіл алейхиссәләм періштені мәләкул мәут, өлім періштесі делінген. Құранда Мұхаммед сендерге уәкіл етілген өлім періштесі жандарыңды алады. Сосын Раббыларыңа қайтасыңдар делінген. Сәжде сүресі 11 аятта. Үлкен 4 періштенің бірі Әзірейіл алейхиссәләм өзге періштелер сияқты Аллах тағаланың бұйрығын орындайды. Сол үшін оны жан алғыш періште деп те айтады. Әзірейіл алейхиссәләм періштенің де көмекшілері бар. Олар да Алланың әмірлерін бұлжытпай орындайды. Алла тағала Құранда ол туралы былай дейді. Біреулеріңе өлім келген сәтте періштелеріміз жанын алады, әрі еш кемістік етпейді. Әнғам сүресі 61 аят. Өлімде, өмірде беруші тек Алла тағала ғана. Бір күні Әзірейіл алейхиссәләм періште Алла тағалаға мен өз міндетімді орындап, пенделердің жанын алам, ал адамдар мені осыған бола жек көруде деп мұңын айтыпты. Сонда Алла тағала, өз міндетіңді орындау үшін мен олардың ажал құшуына түрлі себеп жаратамын. Осылайша адамдар ажалды сенен емес, сол себептерден көретін болады деп мәселені айқындап беріпті. Әбу Нуайм: расында адамдар біреу қайтыс болса, неден қайтыс болыпты деп сұрайды. Адамның жанын да сол сәтте оп-оңай ала алады. Тағы бір мысал келтіретін болсақ, мысалы Түркияда болған жер сілкінісі кезін бір сәтте мыңдаған адам қайтыс болды. Сол сәтте Әзірейіл періштеге бүкіл пенделердің жанын бір мезетте алу тіпті қиын емес. Аллах тағала қаласа кейбір құлдарының жанын дәнекерсіз тікелей өзі алады. Кейде Әзірейіл алейхиссәләм кейде көмекшілері алады. Құранда Алланың әмірлерін алып ұшқан және оларды орындауға сүңгігендерге, періштелерге серт, алған әмірлерін қуаныш және ынтамен әрекет еткендерге серт. Илахи әмірлерді орындау үшін көк мұхитында жүзгендей әрекет еткендерге серт. Назиғат сүресі 1-3 аяттар дейді. Бұл Алланың рұқсатымен әр адамға жеке-жеке жіберілетін Әзірейіл алейхиссәләм періштенің көмекшілері бар екендігін көрсетеді. Адам баласы бір періштенің күзетуімен бұл дүниеден келесі дүниеге өту үшін өмір бойы жан алғыш періштені күтіп жүреді, әйтеуір өмірінде бір рет кездесетінін біліп жүреді. Ол жөнде Алла тағала Құранда былай деп ескертеді: Мұхаммед, сендерге уәкіл етілген өлім періштесі жандарыңды алады. Сосын Раббыларыңа қайтасыңдар де. Сәжде сүресі 11 аят. Періштелер дүниеде жасаған амалына қарай жан тәсілім ететін адамға қайырымды немесе үрейлі болып көрінеді. Егер де адам тіршілігінде ізгі амалдар жасап ғұмыр кешкен болса, өлерінде қиналмастан тез жан тапсырады. Ондай мүміндердің рухын періштелер гүл тәрізді аялап ұстап көкке алып кетеді. Бұл жөнде аятта алған әмірлерін қуаныш және ынтамен әрекет еткендерге делінген. Ал кәпірлерге жанын алуға келген періште тым үрейлі, қорқынышты кейіпте көрінеді. Оларға Әзірейіл періште өлгеннен кейінгі баратын жерлерінің сипатын сездіреді. Ондай адам аятта айтылғандай, шелекпен құдықтан су тартқандай қиналып, әрі баяу жан тапсырады. Кәпірлердің бұл соңғы халі Құранда былай суреттеледі: періштелер сондай қарсы болғандардың беттеріне, арқаларына ұрып, күйдіретін азапты татыңдар деп жандарын алғанын көрсең. Әнфал сүресі 50 аят. Сондай өздеріне зұлымдық еткендердің періштелер жандарын аларда, ешбір жамандық істемеп едік деп сылтау айта бастайды. Нахл сүресі 28 аят. Яғни сол кездегі қиындықты елестету мүмкін емес, өйткені ол сәт тым ауыр. Өлім аузында жатқан адамға Әзірейіл періште және оның көмекшілері оның ізгі амалдары мен жүрегінің тазалығына қарай көрінеді екен. Олай болса адам баласы қалай өмір сүрген болса, солай жан тапсырады. Ал қалай жан тапсырған болса, солай қайта тірілтіледі екен. Жоғарыда айтылғандай, періштенің мүміндерге жақсы жағынан көрінуі нығмет болса, кәпірлерге жаман жағынан көрінуі олар үшін азаптың бір түрі болмақ. Бірде Ибрахим алейхиссәләм пайғамбар Әзірейіл алейхиссәләм періштеге кәпірлерге қандай бейнеде көрінетінін сұраған еді. Әзірейіл алейхиссәләм: уа Ибрахим, сен бұған шыдай алмайсың деді. Ибрахим алейхиссәләм пайғамбар алған бетінен қайтпады. Әзірейіл
алейхиссалам періште, жарайды. Онда мұнда қара дегенде Ибрахим алейхиссалам пайғамбар басы көкке тиіп, құлақтары мен аузынан от алаулап тұрған, бет әлпеті қап-қара қорқынышты бейнені көргенде шыдай алмай талып қалады. Ибрахим алейхиссалам пайғамбар есін жиғанда Әзірейіл алейхиссалам әу бастағы өз бейнесіне қайта оралды. Ибрахим алейхиссалам пайғамбар, ей өлім періштесі, кәпір сенің бұл бейнеңді көрсе, басқа азап тартпаса да ол үшін бұл азап жеткілікті, енді мүміндерге көрінетін бейнеде көрінші деп өтінді. Әзірейіл алейхиссалам періште, жүзіңді ана жаққа бұр деді. Ибрахим алейхиссалам пайғамбар қарай есін жия салысымен көркем жүзді, жұпар иісті, жас жігітті көріп, бұл кім? Деді еріксіз таңырқап, егер мүмін үшін өлім алдында ешқандай да нығмет берілмесе де, мына сенің көркем жүзің ол үшін жеткілікті болғанда екен деген еді хадис имам Ғазалиден. Яғни, өлім аузында Әзірейіл алейхиссалам және оның көмекшілері адам баласының ізгі амалдары мен жүрегінің тазалығына қарай көрінеді екен. Бұны аяттардан да байқауға болады. Мысалы, Әнғам сүресінде былай делінеді: біреулеріне өлім келген сәтте, біздің жіберген періштелеріміз жанын алады, әрі олар оны қалтқысыз орындайды. Әнғам сүресі 61 аят. Аятта жан алғыш періштелер көпше түрде келген. Кәпірлердің жанын қинап суырып алушы, ал мүминдердің жанын жеңіл алушы періштелер атымен ант етемін. Назиғат сүресі 1-2 аят. Олардың басшысы Әзірейіл алейхиссалам. Өзгелері оның жәрдемшісі деген деректерге сүйенсек, сахаба Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху бұл жайында былай дейді. Бұл жағдайға Уақиға сүресінде, ал жан алқымға келген кезде, сол уақытта сендер қарап қаласыңдар. Негізінде оған сендер емес, біз жақынбыз. Бірақ сендер көрмейсіңдер. Делінеді Уақиға 44-45 аят. Ибрахим алейхиссалам Әзірейіл алейхиссаламнан: әлемнің әр жағында зілзала, соғыс, ауру сияқты себептермен бір уақытта өлетін көптеген адамдар болады. Бір уақытта бұларға қалай үлгересің? деп сұрады. Әзірейіл алейхиссалам: ажалы келгендерді шақырамын, бірден бәрі осыма жиналады, деп жауап береді. Сүлейман алейхиссалам өлім періштесіне былай деді: жанын алған адамдарының бірі жас, бірі нәресте болады. Бұл қалай болғаны? Ажалдарды мен тағдыр етпеймін. Қолыма ажалы келгендердің тізімі беріледі. Мен сол бойынша шақырамын, олар келеді. Мұсылмандардың рухын Әзірейіл алейхиссалам алады, ал кәпірлердің жанын Әзірейіл алейхиссаламның қоластындағы өлім періштелері алады. Яғни пасық, күнәһар және кәпірлердің рухын басқа періштелерге әмір етіп алдырады.